Сәлем достар, сіздермен бірге Sinix Trade арнасы. Бүгін біз сіздермен Euro GPI валютасына сауда жасайтын боламыз. Демо шотпен Pocket Option деген платформада 5 минутқа таймфреймді 5 минутқа қойып аламын. Мұнда сделка ашатын уақытымды 2 минутқа қойып аламын. Енді мен мұнда анализге қараймын да. Бірінші трендовый линияны сызып аламын. Дәл осылай. Трендовый линия бізде шорт позициясына қарай кетіп бара жатыр. Ал нақтылап анализ жасайтын болсақ, бізде мұнда бір разворот болған екен, мұнда тоже тағы разворот болған. Значит, бұл жердегі көзқарас трендовый линия болашақта бұл лонг позициясына кетіп бара жатыр деген сөз. Өйткені достар, қараңыздар, мұндағы тенді көрдік қой. Мұндағы тенді ұзындығын көрдік. Мұндағы объем кішкентай болып тұр. Мұндағы свеча кішкентай болып тұр, бірақ тені ұзын болып тұр астындағы. Екі шетіндегі теңін көрдік қой. И оның объемына қарайтын болсақ, объемы вообще мына формуласына сәйкес келмей тұр. Значит, баға бізде не істеп жатыр? Баға мына жерде свечаның астына мән беретін болсақ, тек қана свечаның астында ғана тендері ғана бар болғандықтан баға астына баса алмай жатыр. Мына жерге қарайтын болсақ, біздегі остановка біреу, мына екеу, үшеу, и мына жерде төртіншісі. Мына жерде төртіншісі, мына жерде уже бесінші болады. Уже мына жерден кейін баға паске түсе алмайды. Уже дальше жоғары қарай қолап кетеді. Трендовый линия уже график уже жоғары қарай лонг позициясына қарай кетеді. Негізі достар, мен мына уақытты бітірмей жатып сделка ашпаймын, потому что мен әлі толыққанды білмеймін баға қай уақытта кететінін. Енді ашсақ болады. Міне, енді біз не істейміз? Жоғарыға ашамыз. Все. Демо шотта жоғары қарай ашылды. Бізде ценовый котировка қарайтын болсақ, біз міне ашқан уақытымыз 161-де 974-те аштық. Мұнда 992. Бізде баға жоғары көтерілді. 2 минутқа қарастырған болатынбыз. Сәл күтеміз достар, превил болғанша. Міне достар, бізде профит превил плюс болып түсті. Қарайтын болсақ, өзіміздің алғашқы анализімізді дұрыс есептедік. Негізі мен эксперт емеспін, трейдердің. Мен енді бастап жатқан новичок трейдер үшін нормальный көрсеткіш па. Өздеріңіз баға бере кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.